Маған қуатты не береді дейсіз бе? Осы құрақ көрпелер. Мен сияқты көп балалы аналарға жеке кәсібімізді ашуға осы көрпелер көмектеседі. Шеберханама кірген сайын қаржыгер мамандығын тастағаным дұрыс шешім екеніне көзім жетеді. Балалық арманымның орындалғанын көрем. Қазір мен этнодизайнермін. Құрақ көрпе тігу менің табысты кәсібіме айналды. Бұл қиын жол болды. Бұрын мен басқа елдер секілді жұмысқа баратынмын. Күйзеліске ұшырап, адасып жүргенімді сездім. 4-ші бала көтергенімде жаңа кәсіпті игергім келді. Ол құрақ көрпе жасау болды. Құрақ көрпе қазақтың ежелден келе жатқан кәсібі. Бала кезімізде анамыз құрақ көрпе тігуді үйреткен еді. Кейіннен мен де осы қолөнерге жаңа леп бергім келді. 9 жыл бойы мен шеберлігімді шыңдадым. Бұл көрпелер қазіргі заманымызға сай келіп, біздің мәдениетімізді әлемге паш ететініне кәміл сендім. Ал қазіргі таңда менің көрпелерім жердің түкпір-түкпіріне таралуда. Бірде менің курсыма 2 көп балалы ана келді. Олар менен дәріс алу үшін несие алғандарын айтты. Мойныңда несие бола тұра, жалдамалы пәтерде тұрудың қандай болатынын мен жақсы білем. Сол себепті мен мұндай әйелдерге тегін көмектесем деп шештім. Шығармашылық кәсіпкерлерді дамытуға арналған Impact Hub грантына мен өндірістік тігін жабдықтарын сатып алдым. 1-2 әйелді жұмысқа алдым. Содан кейін Құрық деген шағын ауылға барып, тағы бірнеше қолөнер шеберлерін тегін оқыттым. Енді мен құрақ көрпенің ғұмыры бар екенін, біреудің үйін безендіретінін және ондаған отбасын асырайтынын анық білем. Мен анамын, шығармашылық адамымын және әлеуметтік кәсіпкермін. Егер сіздің идеяңыз қоғамды өзгертсе, ол міндетті түрде қолдау табады. Біздің өміріміз осы кескі маталарға ұқсайды. Ал олардан қандай өмір бейнесі шығатынын өзіміз ғана шешеміз.